Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Мен бүгін таңертең тұрып, наурыз көже жасадым. Бағана сіздерменен видео барысында сіздермен жүздеспей қалдым. Енді наурызымыз құтты болсын, оразамыз ұстаған қабыл болсын, не ауыз ашарға мен дәмдеп, жақсылап тұрып бір наурыз көже жасадым. Менің арнама бір ғана қоңыраушаны басу арқылы менің арнама жазылыңыздар. Менің пайдалы кеңес каналымда сіздерге пайдасы бар тағамдармен, рецепттермен бөлісем деген ойдамын. Қазағымның дастарханы майлы болсын, әрбір қазақ бай болсын, рухани бай болайық. Енді менің көжемнің дәмін балам қазір айтсын, өйткені біздің аузымыз берік. Құрметті менің көрермендерім, мен пешті жанғаннан кейін бір сүйек салдым, етті мен майым менен наурыз көже жасайын деп. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Қазір мен сіздерге кереметтей наурыз көженің рецептісімен бөлісетін болам. Менің бағанағы салып қойған етім пісті. Перловканы салдым сорпаға. Енді қайнатып аламын. Құрметті менің көрермендерім, бүгін менің наурыз көжемнің ерекшелігі деп айтайын сіздерге. Өткендегі наурыз көжемнің рецебінен басқа, бүгін менің перловка пісіп қалды. Мен Семь злаков хлопья деген осындай көжеме қосқалы жатырмын. Көжем пісіп қалды. 7 түрлі тағамы бар. Осыны қосып, қазір біз наурыз көжеміз уже пісіп болып қалды. Әзір перловкамыз жұмсақ болып пісті. Енді бісміллә деп семь злаков хлопьямызды қосып жібереміз. 7 түрлі тағам. Осыдан артық қандай тағам керек сіздерге? Шүкірміз Аллаға, шүкір, тәубә. Шүкір, отағасы дұрыс айтып, міне ол кісі даладан кірді. Қалдарың қалай деп сұрап жатыр. Шүкір Алла. Рамазанда ұстаған оразаны қабыл етсін Алла. Амин, айтқаныңыз келсін. Істеріңізге береке берсін. Амин. Кешегі бір жал бар болды. Қоса салайын деп жатырмын оны да. Етімізді турадым. Етіміз де дайын болды. Енді сорпаға қосайық. Біздің негізгі жаңағы 7 түрлі тағамы бар. Перловкамыз бар. Пісіп болып қалды. Енді етімізді қосайық. Бісміллә деп. Енді құртымызды араластырамыз. Міне менің бүгінгі наурыз көжеге қосайын деп жатқан таза өзім қайнатқан құртымды қосайын деп жатырмын. Мінекейлеріңіз, құртты қосамыз көжеге. Мен наурыз көжені мен балаларым өте жақсы көреді. Сондықтан біз наурызды тосып отырмай-ақ, ертеректе бастап, февральда да бір наурыз көже жасап ішіп алғанбыз. Енді міне тағы да. Енді қазір біздің аузымыз берік. Тоғжан атай өзі айтады қандай болды екен. Мынаны бүйтіп құртты да тазалап қайтадан құйып жібереміз. Көрермендерім, міне менің наурыз көжем дайын болды. Кеше менің балам айтады, мама, сіздің наурыз көжеңізге жететін көже жоқ деп. Енді өз-өзін реклама жасап, өз-өзін айтты деп ойламаңыздар. Жалпы менің өз көжем өзіме де қатты ұнайды. Ыстықтай қазір Тоғжан атай ішеді. Тоғжан атай майын онша көрмейді.
Бірақ мынандай жалдан қосайын, саған жал жейін, Жал жейсің бе? Бір жал қосайын. Міне кешке ауыз ашарға біздің көжеміз дайын болды. Тоғжан осы жетеді деп тұр. Мінекейлеріңіз майлы, еті мол. Осы рецептімен жасаңыздар сіздер де. Майы да, құрты да, еті де бәрі дәл. Дәмі деген тіл үйрет. Осы рецептімен көже жасаңыздар. Сәлемсіз маған тұрақты көрермендері. Бүгін мен маған дәмді күріш көжесін дәміп көретін боламын. Күріш көжеміз ғой? Ой, наурыз көженің. Бісміллә, дұрыс. Дәмі шыққан. Тұзы дәлі келген. Еті жұп-жұмсақ. Құртының дәмі қалай екен? Құртының дәмі де жақсы. Керемет екен, е мамасының құрты? Онда мамамның аккаунтына тіркеліңіздер. Бір ғана қоңыраушаны басып, анама үлкен көңіл күй салыңыздар. Наурыз көже қалай болды? Наурыз көже өте дәмді, керемет болған. Саған ұнады ғой? Өте қатты ұнады. Жақсы, ас болсын құлыным. Ал құрметті менің көрермендерім, осы рецептіні пайдаланып, наурыз көже жасаңыздар. Наурыздан наурызға аман есен жетейік. Сау болы ғой. Сау болыңыздар.